Көп адам ойлайды, бай болу үшін не істеу керек? Біреу айтады, кітап оқу керек. Екіншісі айтады, бизнес бастау керек. Бірақ, неге сол адамдардың көбі осының бәрін біле тұра, ешқандай жетістікке жетпейді? Өйткені мәселе білімде емес, мәселе күнделікті өмірде. Сен қанша кітап оқысаң да, егер сенің әдетің өзгермесе, өмірің де өзгермейді. Адамдар не істеу керегін біледі, бірақ не істемеу керегін түсінбейді. Байлық тек жаңа нәрсе жасаудан келмейді. Байлық алдымен қате нәрселерді тоқтатудан басталады. Көп адам шындықты мойындағысы келмейді. Олар ойлайды, тағы бір мүмкіндік болса, бәрі өзгереді деп. Сенде идея, арман болуы мүмкін. Бірақ егер сен күн сайын уақытты бос өткізсең, өзіңе сенбесең, әрекетті кейінге қалдырсаң, тіпті сен ең күшті мотивацияны көрсең де, ештеңе өзгермейді. Бай адамдардың айырмашылығы неде білесің бе? Олар бәрінен көп жұмыс істегені, немесе ақылды болған үшін емес. Олар бір нәрсені түсінген. Не істеу керек деген сұрақтан бұрын, не істемеу керек деген сұрақты. Мысалы, сен бір күнді өзгерткің келеді, бірақ таңертең қалай бастайсың? Телефон ашасың, басқа адамдардың өмірін көресің. Сол кезде сенің миың не істейді? Салыстырады. Күмән тудырады. Өзімді төмен түсіреді. Сосын сен ештеңе істегің келмейді. Бұл жалқаулық емес, бұл әдет. Және дәл осы әдет сенің өміріңді ұстаттырады. Бай адамдар мұны түсінеді. Сондықтан олар өз уақытын қорғайды, өз ойын бақылайды. Көп адам өзіне өтірік айтады. Менде уақыт жоқ дейді, бірақ күніне бірнеше сағатын пайдасы нәрсеге кетіреді. Ақша жоқ дейді, бірақ қажет емес затқа ақша табады. Мүмкіндік жоқ дейді, бірақ мүмкіндікті былай елестетеді. Үлкен шанс, дайын бизнес, біреу келіп көмектеседі. Бірақ өмірде мүмкіндік олай келмейді. Мүмкіндік проблема болып келеді. Шындық ауыр. Сенің өмірінде ешкім ұстап тұрған жоқ, сен өзің ұстап тұрсың. Сол себепті бүгін біз ақша қууды емес, қате әдеттерді тоқтатуды үйренеміз. Көп адам бай адамдарды сыртынан қарайды. Ақшасына қарайды. Көлігіне қарайды. Бірақ олардың ішкі ойлауын ешкім көрмейді. Бай адамдар не істемейді? Олар ыңғайлы өмірге жабысып қалмайды. Ал адамдар тәуекелден қорқады. Осылай да болады дейді. Тағы бір шындық. Бай адамдар шағым айтпайды. Өйткені шағым энергияны жейді. Көп адам күні бойы біреуді кінәлайды, жағдайға ренжиді. Өмірге өкпелейді, бірақ бұл ештеңені өзгертпейді. Тағы бір маңызды нәрсе, бай адамдар эмоция мен ақша жұмсамайды. Ал кей адамдар көңіл күймен сатып алады. Әсер үшін ақша шашады, кейін өкінеді. Тағы бір маңызды айырмашылық. Бай адамдар бір орында тұрмайды. Олар үнемі үйренеді, дамиды. Ал көп адам, мен бәрін білем деп ойлайды. Немесе кінә іздейді, ел кінәлі, экономика қиын дейді. Бірақ бұл шындық емес, бұл ақталу. Неге адамдар ақталады? Өйткені шындықты қабылдау ауыр. Адамдар ойлайды, бір күні бәрі өзгереді деп. Бірақ ештеңе өзінен өзі өзгермейді. Егер сен бүгін ештеңе істемесең, ертең де, бір жылдан кейін де солай өтеді. Илон Маск бір нәрсені жиі айтады. Егер бір нәрсе оңай болса, онда бәрі жасап қояр еді. Осы сөздің ішінде үлкен шындық бар. Егер бай болу оңай болса, неге бәрі бай емес? Өйткені адамдар қиын нәрседен қашады. Көп адам не істейді?
жеңіл жол іздейді. Тез ақша, оңай бизнесті. Бірақ дәл осы жер ең үлкен қателік басталатын жер. Себебі өмірде бір заң бар. Оңай нәрсе ұзаққа бармайды. Адамдар жеңіл жол іздеген сайын шын прогрестен алыстайды. Бір видео көреді, бір айда бай болдым. Тағы біреуі еш жұмыссыз табыс. Сосын ми сенеді, маған да оңай жол керек деп. Бірақ шын өмір ондай емес. Бай адамдардың көпшілігі бірінші жеңіл жолды іздемейді, дұрыс жолды іздейді. Сен бай болу үшін супер идея керек емес, саған керек өзіне қарсы жұмыс істеп жатқан нәрсені тоқтату. Бір қызығы, көп адам мұны түсінеді, бірақ ештеңе өзгертпейді. Өйткені өзгеріс ыңғайсыз, ал миың әрқашан ыңғайлыны іздейді. Сондықтан сен ештеңе етпейді деп телефон қарайсың. Қазір көңіл күйім жоқ деп сылтау іздейсің. Өмірің сенің эмоцияңа емес, әдеттеріңе бағынады. Осы ұсақ нәрселер сенің өміріңді үнсіз құлатады. Сен оны сезбей де қаласың, бірақ жылдар өткенде ғана түсінесің, неге артта қалдың. Әдет ең қауіпті күш. Ол үнсіз жұмыс істейді. Сен оны сезбейсің, бірақ ол сені басқарады. Сен не істесең, соған айналасың. Күнде бос болсаң, болашағында бос болады. Күнде үйренсең, болашағың өседі. Енді тоқтап, өз өміріңе шынайы көзқараспен қара. Өзіңе адал жауап бер. Сенің өмірінде қайсысы бар? Уақытты жоғалту ма? Кейінге қалдыру ма? Өзіңе сенбеу ме? Бірақ бір нәрсені түсін. Бұның бәрі өзгермейтін тағдыр емес. Бұл тек әдет. Ал әдетті өзгертуге болады. Егер сен оны өзгертпесең, ештеңе өзгермейді.